Мен андай толкинг видеоға постепенно кіріп алатын сияқтымын кайфына. Әңгіме деген жібереміз. Короче, бүгін сіздермен бірдеңе бөлісейін. Айтам да, әрбір тіл өзінің бір структурасы, фишкасы, бір сөздік қорымен ерекшеленеді ғой. Мысалы, қазақ тілінде мәссаған, қысқа, ойбай, ойфырмай деген сияқты сөздер орыс тіліндегі ничего себе мен нифига себе екеуі жер мен көктей. Даже, например, өзімнің ана тілім ұйғыр тілінде де көп ондай сөздер. Оны сіздерге жеткізе алмаймын, қазақ тілінде аудара алмаймын. Аударғанның өзінде де мағына солай жетпейді, и сіздер мен түсінгендей түсінбейсіздер ол сөзді. И вот неге сол өздеріңнің тілдерінде сөйлеуге ұяласыңдар, мен түсінбеймін. Жоқ, еще мен мынаған таңғаламын. Мен, например, ұйғырмын, иә. И мен үйде 100% ұйғырша сөйлеймін, потому что анам ұйғыр, әкем ұйғыр, ата, апам бәрі ұйғыр, и мен ұйғырша сөйлеймін. Бірақ, когда мен үйден шығам, қаланың ішіне, қоғамға, ортаға, публикаға шыққан кезде мен екінші тіл, қазақ тілі автоматически қосылады. Ол қосылу керек, потому что ол қоғам талап етеді, и соған сай жүресің. Потому что қай жерде туылдың, қай жерде өмір сүріп жатырсың, Қазақстанда. Ал сен если қазақ Россияда туылған болсаң, тура солай болу керек. Үйде қазақша сөйле, базар жоқ. Но сыртқа шықтың ба, Россияның правиласына сай орысша сөйле. А бірақ сендер Қазақстанда туылған орыстар бар ғой. Бәрі бірдей емес, бес саусақ бірдей емес, көбіне топырақ шашпаймын. Но көп сондай емес. То, что мен Қазақстанда туылдым, и мен қазақша білуім керек деп бір-бірімен, екі орыс бір-бірімен қазақша сөйлеп жатқан біз ешқашан көрмейміз. Олар конечно, орыс тілінде сөйлейді. Ал біз қазақтар, ой, енді сендер, енді мен де жүрегімде қазақым ғой, бір-бірімен екеуі де қазақша біліп тұрса да қазақша сөйлемейді ғой. Ладно, ол Қазақстанда. А жоқ, наоборот, хотя өйтіп шетелде солай болу керек. Но шетелдің өзінде де, мысалы, Турцияда қазір. Қазақстанда қазақша сайрап жүрген қазақтарымыз Турцияға келіп, типа қазақша ұмытып қалып, бір-бірімен орысша сөйлеседі. Бұның себебі не екенін мен әлі білмеймін. Мысалы, мен білмеймін, мен енді түріктер жапон, чен дейді ғой. Сосын мен айтамын, мен чен емеспін деймін. Сен ченше білер мұсың деп қайтадан сұрайды. Мен айтамын, мен затен чен дейлім. Мен қайдан қытайша білемін, мен білмеймін деп тұрмын ғой. Даже білген өзінде мен саған білем деп айтпас едім. Сөйтіп маған қытайша үйретші дейді. Орысша сөйлесем орысша үйретші дейді. Значит, мен оларды өзімнің тіліме, ана тіліме, ұйғыр тіліне немесе қазақ тіліне қызықтырып жатқан жоқпын да, а өзге тілге қызықтырып жатырмын. Ал біздің мақсатымыз шетелге келгеннен кейін тілімізді ұмытпай, тарихымызды ұмытпай, наоборот соны тарату. А мына жаққа келіп түрік тілін біледі екенмін деп ана тілімді ұмытып кету емес. Соны айтайын дегенмін.